Қырыққабат шырыны не үшін пайдалы, ол не істейді, артықшылықтары және рецепті жайында айтатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Достар, сонымен қатар каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетсеңіздер, осы айда оқырман санын 10 мыңға толтыруға атсалысып жіберсеңіздер. Қырыққабат шырынының құрамында С және К дәрумендері сияқты қоректік заттар бар, және бұл суды ішудің артық салмақтан арылу, ішек денсаулығын жақсарту, қабынуды азайту, гормондар арасындағы тепе-теңдікті сақтау және ағзадан улы заттарды шығару сияқты көптеген пайдасы бар. Ағзада бос радикалдардың жиналуы қабыну мен ауруды тудырады. Ал қырыққабаттың шырынында осы бос радикалдар тудыратын жасушалардың зақымдануын азайтуға көмектесетін заттар бар. Сонымен қатар жоғары антиоксиданттық қасиетке ие. Қырыққабатта әсіресе С дәрумені көп, ол денеде көптеген маңызды рөл атқаратын қоректік зат. С дәрумені иммундық денсаулықты қолдайды, сонымен қатар күшті антиоксидант ретінде әрекет етеді. Қызыл қырыққабат антоциандармен қапталған. Бұл өсімдік пигменттері қырыққабатқа қызыл күлгін түс береді және күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Қызыл қырыққабатты тұтыну жүрек ауруының қауіпін азайтуды қоса алғанда көптеген артықшылықтарды ұсынады. Сонымен қатар бұл көкөніс шырында кездесетін кейбір антиоксиданттар ісікке қарсы қасиеттерге де ие. Қырыққабат шырыны ағзаның қабынуы кезінде өте күшті көмектеседі. Ішек денсаулығына пайдалы. Қырыққабат шырынын ішу асқазан жарасының алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Бұл көкөністің ашытылған шырыны ішек денсаулығына да пайдалы. Қырыққабат шырынында сүт қышқылы бактериялары көп. Бұл пробиотиктар олардың ішек денсаулығына пайдасы үшін мақұлданған. Құрамында қатерлі ісікпен күресетін қосылыстары да бар. Шикі қырыққабаттың канцерогенге қарсы әсері жоғары. Медициналық сарапшылардың пікірінше, шикі жасыл қырыққабат шырыны оның құрамында организмдегі эстроген алмасу процесін жылдамдататын және сүт безі қатерлі ісігінің, өкпенің, қуық асты безінің, асқазанның және тоқ ішектің қатерлі ісігінің алдын алуға көмектесетін химиялық қосылыстар тобы изоцианаттар бар. Сондай-ақ онкологиялық науқастардың жазылу процесін тездетеді. Колитті емдейді. Қырыққабат ішектің керемет тазартқышы ретінде жұмыс істейді. Сондықтан колитті емдеуде қырыққабат шырыны пайдаланады. Оның құрамында екі маңызды минерал хлор және күкірт бар. Олар тоқ ішек пен тоқ ішектің қабынуын емдеуде тиімді. Су ішкеннен кейін бірден жағымсыз газ пайда болады. Бұл маңызды, өйткені бұл шешім сіз үшін жұмыс істей бастағанын көрсетеді. Жедел жаралардың алдын алады. Өткір жаралар қырыққабат шырыны көмегімен емдеуге болады. Қырыққабат шырыны ішекті тазалау арқылы ішек пен жоғары ішекке пайдалы әсер етеді. Сонымен бірге оның көп мөлшері асқазанның ішкі қабығын нығайтып, ойық жараға төзімді етеді. Оның құрамында витамин У ол бар. Сонымен қатар анемиямен де күреседі. Фолий қышқылы қырыққабат шырынының маңызды құрамдастарының бірі болып табылады. Анемияны емдеуге келетін болсақ, фолий қышқылы маңызды қоректік зат болып саналады. Өйткені ол жаңа қан жасушаларын жасауға көмектеседі. Сондықтан қырыққабат шырыны ол анемияны емдеу үшін қолданылады. Қырыққабат шырынын дайындау үшін балғын қырыққабаттың жапырақтарын алып, бірнеше бөліктерге бөліп, суға салып 15 минут қайнатып алсаңыз болады. Дәл осылайша қырыққабаттың суын ішуге болады. Сонымен қатар басқа да жемістерді араластыра отырып, смузи ретінде қабылдасаңыз болады. Қырыққабат шырынын тағы да қалай жасауға болады? Әртүрлі жемістер мен көкөністерді араластыра отырып дайындауға болады. Шырын сыққыштың көмегі арқылы жасасаңыз болады. Мысалға, сәбіз және алма қырыққабат шырынын дайындау үшін 300 грамм ақ қырыққабат, 2 орташа сәбіз, 2 орташа алма аршылған күйінде алып, шырын сыққыштан өткізіп сүзіп аласыз.
қырыққабат шырынының басқа да көкөністермен немесе жемістермен жасалынған рецепттерін өзіңіз қарап, өзіңізге ұнаған түрін жасап ішсеңіз болады. Шырынды балғын күйінде ішкеніңіз абзал. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.